31-ші сабақ пропорция мен масштабқа берілген есептер. Бірінші есеп. 6 бірдей тәтті бәліш пісіруге 2,4 кг алма тосабы керек. Осындай 4 бәліш пісіру үшін неше килограмм алма тосабын алу керек? Яғни 6 кг 6 бәліш үшін 2,4 кг керек болса, 4 бәлішке қанша килограмм керек? X-ті табатын болсақ, яғни пропорция ретінде 4-ті көбейтеміз 2,4-ке, бөлеміз 6-ға. Яғни 4-ті 2,4-ке көбейтіп аламыз. 4 көбейтілген 2,4 бөлінген 6. 1,6 шығар екен. Олай болатын болса, жауабы 1,6 килограмм алма қосылады екен. Екіншісі, 5 жұмысшы бір жұмысты 12 сағатта бітіреді. Осы жұмысты 10 сағатта бітіру үшін неше жұмысшы қажет? Яғни 5 жұмысшы қандай да бір жұмысты 12 сағатта бітетін болса, қанша жұмысшы 10 сағатта бітіреді? Яғни бұл жерде бұл пропорциямыздың екінші түрі, яғни пропорцияның екі түрі бар ғой бізде, тура және кері пропорция деген. Бұл бізде кері пропорция болады, себебі жұмысшы саны көбейген сайын жұмыс өнімділігі азаяды. Яғни жылдамырақ бітіреміз. Олай болатын болса 5 сызықша 10 болады дағы, x 12-ке тең болып қалады. Осы жерден x табатын болсақ, 12-ні 5-ке көбейтіп 10-ға бөлеміз. 12-ні 5-ке көбейтсеңіз 60, 60-ны 10-ға бөлеміз 6. Демек 6 жұмысшы қажет. Қарға 3 секундта, яғни 3 секундта 45 метр ұшатын болса, 8 секундта неше метр ұшады? Бұл бізде тура пропорция, сол себептен 8-ді 45-ке көбейтіп 3-ке бөлеміз. 8-ді 45-ке көбейткенімізді неге қысқартып алсақ 15 қалады мына жақта. Яғни 45-ті 3-ке бөлсең 15 болады, ал 15-ті 8-ге көбейтетін болсақ 80 және 40 120 болады. Демек жауабы 120 метр қашықтыққа барады. 2 тауық 2 күнде 2 жұмыртқа табады, 4 тауық 4 күнде қанша жұмыртқа табады? Бұл бізде пропорцияның 2 тауық 2 күнде 2 жұмыртқа, 4 тауық 4 күнде қанша жұмыртқа табады? Яғни бұл да тура пропорция болып саналады. 2 мен 2-ні көбейтіп алайық. 4 сызықша 2, 4 жердегі 4-іміз 16 сызықша x. X табатын болсақ, 16-ны 2-ке көбейтіп 4-ке бөлеміз. 16-ны 4-ке көбейтеміз 32, 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады. Демек жауабы 8 жұмыртқа табады екен. Әділ 7 жылқыны 15 күнде жемдеуге 21 қап кебек жұмсайды, ал 120 күн 20 жылқыны жемдеуге қанша кебек әзірлейтінін табыңыз деген екен. Олай болатын болса, 7 жылқы 15 күнде 21 қап кебек жейді деген, ал 20 жылқы 120 күнде қанша қап кебек жейді? 7 мен 15-ті көбейтіп алайық, яғни 105 болады. Ол 21 қапқа тең. Ал 120-ны 2-ге көбейтсек 240, олай болатын болса, мынау бізде 2400 болады. 2400-іміз x болады. X табатын болсақ, 2400-ді көбейтеміз 21-ге, бөлеміз 105-ке. 2400-ді 21-ге көбейтейік. 2400 көбейтілген 21 бөлінген 105. Яғни нәтижесі 480 шығады. Жауабы 480.